Ассалаумағалейкум құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейхулмет. Егер Зейхулмет арнасына әлі тіркелмеген болсаңыздар, келіп лайк басып комментарийға өздеріңіз ойларыңызды жазып отырыңыздар. Енді қарап отырсаңыздар, менің басым жылы сығып өзімді алып тастаған болатынмын. Жаз айларында басым демалсын. Былай айтқанда маған жараса ма, жараспай ма, өздеріңіз бағалап жүресіздер деген ойдамын. Бүгінгі менің тақырыбым фриланс жағында болмақ. Фриланстың жақсы бір сайты бар, ол Workzilla сайты. Өзім бұрындары ол сайт арқылы жұмыс істеген болатынмын, ақша тапқан болатынмын. Сол себепті осы сайт жайлы бүгін қысқаша бір ақпарат беретін боламын. Видеоны жалғастырып қарайық. Сонымен достар, сіздер қазір Workzilla сайтында отырсыздар. Бұл сайттың ссылкасын осы видеоның астына қоятын боламын. Осы видеоның астындағы ссылкамен өтіп, осы сайтқа өтесіздер. Егер сіздерде аккаунт болмаса, онда ең бірінші біз регистрация жасаймыз. Бұл Workzilla сайтының мобильдік приложениесі бар. Play Market'тен немесе App Store'дан скачать ете алсаңыздар болады. Онымен қоса Gmail почта және Facebook арқылы кірсеңіздер болады. Регистрация жасадық. Регистрация жасағаннан кейін обязательно тестирование деген бар. Осыны өтеміз. Міне обязательно тестирование. Тест дейді. Чтобы подготовиться к работе на нашем сервисе, а также получить достаточный рейтинг, предлагаем вам выполнить 4 небольших задания. Задания простые, но будьте очень внимательны. Читая их условия, желаем вам удачи, дейді. Задание бірінші дейді. Укажите атомный номер вещества одной из форм, которого является алмаз. Ответ должен состоять только из цифр, дейді. Бұны мен просто скайпер етемін. Скайпер етіп, Google-ға қоямын. Google қоямын. Мне атомный ответ, проверенный экспертом. Алмаз, одна из форм. Так. Давайте нам басайын. Ішіне кіріп, қазір ответтен қарайық. 6. Мне ответ 6. Просто скайпер етеміз, ответ 6. Мне 6 деп қойдым. Екінші задание. Укажите официальный курс обмена 1 евро по отношению к российскому рублю. Указанный Центробанк РФ 03.01.2017. Осындай форматта жазу керек. Тоже мы көрдіңіз, барлығы қарапайым заданиялар бізді просто тексеріп жатыр. Біз серьезно информация іздей аламыз ба? Так, мне укажите официальный курс. Официальный курс. Біз скайпер етіп, Google-ға қоямыз. Интер басамыз. Курс евро Центробанк РФ. Осындай курс Центробанка. Ішіне кіреміз. Центробанк 1 евро 2013. Бізде 63 болды. Осыны копия етеміз. Потом барып сайтқа кіреміз да, мынақа біз ставить етеміз. Так. Егер ставить етілмей жатыр. Походу мынақа ставить етілмейді, мынақа біз қолмен жазу керекпіз. Я түсіндім. 63 өтір 8 3 1. Міне. И задание 3. Перепишите предложение, исправив орфографические ошибки, дейді. Сонымен достар, үшінші заданиені мен полностью қолмен жаздым да, міне Google-ға жазып шықтым. Мына жерге поискқа. Потом интер бастым. Интер басқан кезде бізде уже автомат түрде мынаяқтан шықты. Перепишите предложение, осыны басамыз. Біріншісін басамын. Ответ осындай. Өкінішке орай нам бәрін қазір біз скайпер ете алмаймыз. Себебі скайпер етсек, мынақты бізге қойылмайды. Так, үшінші заданиені мен полностью мынақа жазып шықтым қолмен. Үшінші заданиені біз орындадық. Төртінші задание бізде соңғы задание. Пожалуйста, найдите ссылку вакансия внизу любой страницы нашего сайта workzilla.com. Перейдите. Так, достар, мен төртінші заданиені оқып шықтым. Пожалуйста, найдите ссылку вакансия внизу. Вакансияға басамыз. Перейдите на нее. Скопируйте адрес из адресной строки. Потом барып адресной строканы скопировать етеміз. Мынақа қоямын. Бүгін 26-сы, нижний пробел 06, нижний пробел 2021. Міне, осылай жаздым. В принципе, болды. Осыны басамын. Подарите другу и себе по 100 рублей, дейді. Так, отправьте другу промокод, и он получит скидку 100 рублей на оплату подписки или задания, а вы 100 рублей на счет, дейді. То есть, win-win. Бұл промокодты мен астына қоятын боламын. Ссылкасын барлығын сол себепті ол жағын уайымдамасаңыздар болады. Сонымен достар, сіздер осы Workzilla сайтына регистрация жасап болдыңыздар. 4 заданияны орындап болдыңыздар. Одан кейін біз осы Workzilla сайтында жұмыс жасау үшін 790 рубль, міне көріп отырсаңыздар, 790 рубль пополнение жасау керекпіз. Бұны пополнениені біз не үшін жасаймыз? Біріншіден, бұл пополнение жасау арқылы біз бір айға подписка аламыз. Бір айға подписка алу арқылы бізге көптеген задания шығады. Қарапайым ретінде сіздерге айтайын, қандай заданиялар бізде бар. Міне бізде заданиялардың тізімдері тұр. Мына жақта бізде английский язык, аудио в текст дейді. Оған 1600 рубль береді. Орындалу күні 3 күн дейді. Одан кейін тағы бір задание XLS X-File с 405 товарами. Оған 1000 рубль береді. 1 күн береді оған уақытта. Одан кейін сделать видео заставку на канал.
500 рубль береді. Создать 4-6 баннеров для рекламы 600 рубль береді. Міне былай қарап отырсақ, бұл жерде задание өте көп достар. Задание миллион задание бар. Онымен қоса сіздер бұл жерде задание орындау арқылы сіздерге клиент отзыв қалдырады. Егер сіз заданиені тез орындап және жақсы орындасаңыз, качественно орындасаңыз, сізге отзыв қалдырады, рейтингіңіз көбейеді және сіздер болашақта көбірек ақша аласыздар. То есть мысалы қазір сіздер осы заданияға 1000 рубль алсаңыздар, болашақта бұндай заданиялар сізге қымбатырақ келеді. Сіздер уже рейтингке қарап қымбат заданияға әлде қайда алу шанстарыңыз көп болады. Көп адамдар осылай ақша табуда. Мен бұрындары осы арқылы ай сайын 20-30 мың табатымын. И то онымен күніне 1-2 задание орындайтынмын. Ол кезде кішкене кішірек болған, опыт та жоқ. Соған қарамастан 20-30 мың тауып жүрген болатынмын. Одан кейін сіздерге сұрақ туындауы мүмкін, не үшін біз 790 рубль төлеу керекпіз? Біріншіден айттым, бұл жерде біздер задание алу үшін ақша төлейміз. Екіншіден, бұл жерде халявщиктер жоқ. Егер сіздер просто халява арқылы ақша тапқыңыз келсе, онда бұл сайт сізге арналмаған. Бұл сайтта кәдімгі серьезно жұмыс жасайтын адамдарға арналған. Егер сіздер мысалы делік любой опыт болсын, опыт болмаса да сіздер ақша таба аласыздар. Біріншіден, опыт болса әрине көбірек табасыз, опыт болмаса онда азырақ табасыз. Задание қиын болған сайын ақша көбірек береді. Оны логично деп ойлаймын. Онымен қоса бұл Workzilla сайтын мен өзім бұрындары әртүрлі курстар оқыған кезде бұл Workzilla сайтын платный курстары беретін. То есть айына 100 000 теңге фриланс арқылы тапқым келе ма дейтін бір курстар шығатын. Мен сол курстарды сатып алған болатынмын. Оказывается, ол курстардың ішінде тек қана осы Workzilla сайтындағы ақпараттар беретін. Сол себепті бұл ақпаратты мен сізге біріншіден тегін беріп отырмын. Екіншіден, сіздер егер реально жұмыс істегіңіз келсе, айына 30, 40, 50 мың, 60 мың, 70 мың, то есть бұл жерде бір ограничение жоқ. Тапқыңыз келсе, онда осы Workzilla сайтын қолдансаңыздар болады. Қарапайым регистрация жасайсыздар, бағанағы біз өткен 4 заданияны өтесіздер. Сіздерде кішкене басқаша болуы мүмкін сұрақтары, бірақ сонда да 4 задания өтесіздер. Одан кейін осы Workzilla сайтына пополнение жасайсыздар. Пополнение 790 рубль көрсеттім. Онымен қоса, егер сіздер менен ссылкамен кіретін болсаңыздар, сіздерге арнайы менен ссылкам арқылы 100 рубль бонус береді. То есть сіздер 790 емес 690 рубльге толтыратын боласыздар. Бұл сайт арқылы сіздер заказчик бола аласыздар және исполнитель бола аласыздар. Заказчик деген білесіздер да, сіздер біреуге заказ бересіздер. Исполнитель сіздер орындайсыздар, ақша табасыздар. Осылай Workzilla сайты жайлы сізге қысқаша ақпарат бердім. Қосымша ақпараттарыңыз болса комментарий жазсаңыздар болады. Немесе болашақта мен осы сайтта жұмыс жасаймын десеңіздер, онда осы видеоның астынан 50 лайк жиналсын. Егер 50 лайк жиналса, мен осы Workzillaға ақшамды толтырып 790 рубль толтырамын да, бір ай бойы жұмыс жасайтын боламын. Бір айда қанша табатынымды сізге көрсететін боламын. Бірақ оны жасау үшін осы видеоның астына 50 лайк жиналу керек. Былай айтқанда сіздерден активность керек. Сол себепті осы видеоның астына 50 лайк болса, мен Workzillaға ақша толтырып бір ай бойы задание орындайтын боламын. Егер сіздер болашақта профессиональный фрилансер болам десеңіздер, онда осы Workzilla сайтына тіркеліп, пополнение жасап, уже задание орындасаңыздар болады. Сонымен достар, барлығы сіздердің қолдарыңызда. Сіздердің болған мен Зея Құмбет, келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық.